Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мұздай көженің, салқын көженің, яғни ерекше басқаша рецептпен жасап көреміз. Ең алдымен маш пен күрішті алдым мен, оны жақсылап жуып, осылай видеода көрсетілгендей етіп, мұқият жуып тазалап, суға, содан соң дайындап алған ыдысымызға газге суды қойып, одан соң үстіне жаңағы маш пен күрішті саламыз да, үстіне тұзды саламыз. Және астын қатты отта бір қайнатып алғаннан кейін, қайнағаннан соң жай отта 20-25 минутта күрішпен маш піскенше пісіреміз, қайнатамыз. Үстінде көбіктері шығады, осылай мұқият тазалап алып тастаңыздар. Және жақсылап осылай видеода көрсетілгендей етіп, әрдайым араластырып отырыңыздар. Және мен ең соңында ол піскеннен соң астын 20 минуттай өшіріп тастап күтеміз суығанша, содан соң танның барлығын осылай құйып жібереміз. Танды құйған соң кішкене тағы да суытамыз да ыдысымызға құямыз. Ерекше дәмді болып шығады. Сіздерге кеңес беремін, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте ерекше болып шықты, менің отбасы мүшелеріме ұнады. Осылай ыдысқа құйып, отбасы мүшелеріне тараттып құйып беріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Ерекше рецепт. Видео ұнаса лайк қойып, комментарий жазыңыздар. Менің каналыма жазылып отырыңыздар. Қасында қоңыраушаны басып кетіңіздер, тіркеліп кетіңіздер.